Қайтарылған есе. Сәлеметсің бе, жан тәнімен мен сүйген қайран асыл азамат. Саған кешір деп мүләйімсіп не қылам? Менде саған қарайтын бет қалған жоқ. Екеуміздің арамызда болып өткен бұрынғы әсем тәтті шақтар тек естелікке айланды. Мен саған опасыздық жасадым. Турасын айтайын. Мен жасы 50-ден асқан, самайы мен сақалына ақ жүгірген соның бастығының қатыны болдым. Ол мені сондай күйге түсірді. Жоқ, ол емес, мен өзімді сондай күйге түсірдім. Енді мен ұмыт, саған бақыт тілеймін. Қош. Бектас ойда жоқта үйленіп 2 жыл болған жан жары Гүлдәуреннен осындай қаталды. Қатты қайта оқыса да ешбір нәрсе түсіне алмай дал. Сосын сүйгенімен бірге сабақ бітіргенін, естен кетпес ғажайып күндер өткізіп, ойнап күлгенін, ертектегідей айтып ауыз жетпейтін той болып өткенін, соның бастығы аса қайырымдылық көрсетіп әйелі екеуін бірден жұмысқа қабылдағанын, 1 жылдан кейін өзін жалғасты оқуына мүмкіндік туғызып, қалада оқитын өзінің кіші қызымен бірге алыс сапарға аттандырып салып, әйелін машинасына отырғызып алып қайтқанын, жазба таспасын жайлатып жүгірткендей көз алдынан өткізді. Сосын, ақмақ басым, деп өзін өзі басқа ұрып, ызаға булығып, қолындағы қатты жұмарлақтап, лақтырып тастап, үнсіз егіліп жылап жіберді. Не істеуге болар? Адам басына келетін талай қиыншылық болады. Бірақ дәл осындай қаттылықты күтуге кімнің күші жетеді? Дереу сабағын тастап, апыл-ғұпыл ауылға қайтқысы келді. Бәрін талақ етіп, асылып өлгісі де келді. Соңынан намысына дем беріп, жігерін жүздеп, желпініп, түлкідей айлакер сұмырай сұмын бастығы мен түкке тұрмайтын опасыз әйелді өлердей жек көріп, тісін қайрап кектенді. Өз сұлу әйелінің басқа біреуге берілген бет бейнесін өзіне еркелегенде еркелеп, қылық көрсетіп қымсынғанын көз алдына келтіріп, өзін өзі қайрады. Сосын әлдекімге телефон соға бастады. Жадыраған жаз, гүл бәйшешек масатыдай жайқалған жасыл жайлау. Адамның да малдың да аяқ қолы жазылып, арқадары кеңіп қалған жаймашуақ жайлары шақпасталған. Ел жайлауға қонғаннан бері жарықтық ұлы табиғаттың да қабағы ашық. Қыс қыстау, жаз жайлау деп жер сонысын таңдап, өз жағдайларынан көрі мал жағдайын жоғары қойып, көшіп жүретін көшпенді халықтың көңіліне қарағандай осы соңғы аз уақыт ылғай түнде жауып, күндіз ысып қыздырып тұр. Жер көктеген нағыз жайлау сәнді желік майлы дейтін керемет кез. 2 күннің бірінде анауыл мынауылда бала сабақ бітірген, қыз ұзатқан, келін түсірген деген сықылды неше түрлі тілеу той. Ел ерекше көңілді. Өзі дәл осы өлкенің тумасы болмаса да, соңғы 11 жыл бойы осы сұмын әкімінің қызметін атқарған Жұматай да биыл көңілдің бір асқар биігінде. Осыдан 6 жыл бұрын 30 жыл отасқан әйелі қайтыс болғаннан бері қам көңіл еді. Биыл оны көп жылдар бойы атқарған жемісті еңбегі үшін өкіметтен үлкен орденмен сыйлады. Оның үстіне жасы 50-ден асса да өзінен 26 жас кіші Гүлдәурен атты келіншекті амалына кіргізіп, айтқанына көндіріп, әйел етіп алған. Қорқытып зорлап емес, ақылымен айласын асырып, жас келіншекті өзіне үйленуге мәжбүр етті. Бұл хабарды ести сала, оның күйеуі келіп, келіншегімді қайтарып алам, анау мынау деп біраз әлек салатын шығар деп қауіптеніп еді. Іс ол ойлағандай онша қиын болмады. Жас жігіт жауапсыз кетті. Осы бірнеше күн бұрын өзінің қалада оқитын кіші қызы Жансая сабағын тауысып келген еді.
Жақында күйеуге кетпекші. Сол қызы да Бектас туралы тіш жарып ештеме демеді. Жұматай бастық жылда Сұмын орталығына жақын жайлаушы еді. Бейді әдейі үсті-үстіне қабаттасқан осы көп қуанышына арнап бір дүбірлі той жасайын деп әдейі малшы-халықтың арасына келіп жайлаған. Халыққа сыйлы бастық ел арасына келген соң мұндағы елде тек отырмай күнде біреуі еруліге келіп чайға шақырып дегендей ерекше құрмет көрсетуде. Көшіп келіп әрі дем алып әрі той істеймін деген соң желі биесін әкеп байлап өздері жинап өздері сауып дегендей жік жапар болып сыйлап жатқан да осы халық. Жұматай бастық оған да дән риза. Кейде алты қанат ақ ордасының төріне оңаша отырып, жасаған, мұныңа да шүкіршілік дейді. Қаншама жыл елге қызмет атқардым. Жұмыс барысында біреулерді ренжітіп жүрсем де, Құдайға шүкір, мына халық мені сыйлайды. Егделеген 50 жасымда Алламен саған жолықтырды. Біреудің жаным деген ағнекелі асыл жарын айырып алдым. Сөйтіп, бір жас азаматтың обалына қалып, өміріне өшпес тақ салдым. Бірақ қайтейін, өлгенше жетім жүруге дәрменім жетпеді. Енді міне, өрттей ыстық өзіңді құшақтағаннан бері мен өмірге қайта келгендеймін, деп тебіреніп, уыздай олжып, гүлдей жайнаған жас келіншегін баладай еркелетіп, құшырлана сүйетін. Гүлдәурен бастабында жеңілтектік жасағанын түсініп, өзін өзі қарғап, жас өзегі жалын боп, жанып, көп қиналып еді. Бара-бара Асқар таудай тиянақты қамқорлы азаматтың ыстығы ықыласымен аялы алақанына үйреніп, бір жағы тақиясына тар келген тағдырына басиып, өзін өзі икемге келтірген. Қызы Жансая кеше аймаққа кеткен. Дәл той күні көпшіліктің алдында келешек күйеуін ертіп әкеліп, әкесінің ақ батасын алып аттанбақшы. Бұл да үлкен қуаныш. Еркелетіп өсірген кенжесі жасы да жетті. Онсыз да жас жұрттыққа жаралған бала өзі сүйіп теңін тауып келіп тұрса, болмайтын несі бар? Сөйтіп, қалың елді елеңдеткен дабыралы даңқты Сұмын бастығының ұлан асыр той басталып, ат чаптырып, балуан күрестіріп дегендей думан шаттықтың нағыз қызып келе жатқан шағы жеткенде, жиналған қауымды елең еткізіп, ауылдың аяқ жағынан уақ-шуақ 5-6 жеңіл машина шығып, шақпылап келіп қатарласа тоқтасты. Сосын машиналардың есіктері бірдей ашылып, өң келбеттері гүл-гүл жайнаған, ылғай ақжейде қара костюм киіп, галстук таққан, жарқылдаған жас жігіттер мен қызылды-жасылды көйлек киіп сәнденген, қолдарына домбыра, гитара, гүл құшақтаған, көздің жауын алардай үлбіреген әдемі жас қыздар түсе-түсе қалысып, бірінің киімін бірі жөндеп сәл айланды. Тойға жиналған көпшілік келбеттерінде жастықтың бақыт базары ойнаған, жастардың сән салтанатына қайран қалып, бір сәтке тым-тырс күйге түсіп еді. Олар жігіттерін алдарына салып, қыздар артынан еріп, жиналған көпке сәлем берісіп, тек білімді, мәдениетті жастарға ғана тән сондай бір нәзік әдемі қимыл қылықпен бастарын иіп, ибағат ибамен құрмет көрсетті. Соны көрген көпшілік халық ибалы ұл-қыздарына риза болып, ду қол соғып, теңіздей теңселіп шуылдасты. Қызылды-жасылды кілемдей құлпырған көкмайсаң далада үлкен шеңбер жаратып, дөңгелене отырған қалың қауымның төр басында отырған елағасы қария қарттардың көбі жастардың жаңағы жарасты қылығын көріп, өздерінің жалынатқан жастық шақтарын есіне алды ма, жоқ, ел келешегі болған жас балалардың ақыл көркіне көңілдері толды ма, көздерінің жасын сүрте қауқылдасып, өркендерің өссін, өнерлерің үстем болсын десіп, абыр-сабыр күйге түсті. Сөйтіп, елдің уышуы енді ептеп саябыр таба бергені сол еді, жаңағы келген көп жастардың ішінен ұзынша бойлы жолынып тұрған бір әдемі жігіт шығып, ауыз-аузына тимей сөйлеп, суырылдай кеп. Өзі де аттыға жол, жаяулыға сөз бермейтін шешен екен, халыққа қарап, біраз төгіліп алған соң,
той иесі соның бастығына қарап құттықтау жолдап құрмет көрсетіп бір әдемі ән арнады. Содан ал көпшілік енді қазір Жұматай ағамыз бен Гүлдәурен жеңгеміздің ерке қызы Жансаяның сүйген жігітін алдарыңызға шақырамыз, қабыл алыңыздар дегенде ел тағы да шапала құрып шуылдасып кетіп еді. Жаңа күйеу көрінбей сәл-пәл кешіге берген соң тынышталып, қандай жігіт екен дегендей жан-жағына көз жүгіртіп біреуді іздей бастады. Дәл осы кезде сымға тартқан сырықтай бір жігіт машинадан түсіп көпшілікке қарай жақындай берген сол еді. Ел енді шырамытқандай: ой пәле, мынау Бектас қой, ойпырмау қалай өзгеріп кеткен? Бектасы кім? Қойчей, кәдімгі өзіміздің Бектас, Гүлдәуреннің күйеуі. Апырай, енді не болар екен десіп орындарында отыра алмай қипақтасты. Жігіт жүрген қалпымен келіп отырған көпшілікке сәлем беріп, қайта айланып жастардың ішінде тұрған Жансаяны қолынан жетектеп Жұматай мен Гүлдәуреннің алдына барып иіліп сәлем берді де: «Қадірменді ата, ене, балаларыңызға батырларыңызды беріңіздер» деп бір тізерлей отырып кеудесіне қолын қойды. Ел шу етті. Гүлдәурен не қыларын біле алмай орнынан тұрып үйіне қарай қашты. Көңілі көл, сезімі сел болып, шадыман шаттықтың шалқар биігінде отырған Жұматай бастықтың төбесінен жай түскендей болды. Бектасты дәл мынандай жағдайда көрем деген оның үш ұйықтаса есіне келмеген. Қызына қарап еді, ол көл көсір жылап жерге қарап отыр екен. Ал Бектас сыйға сый, сыраға бал дегендей әлпетінде күлкі ойнап, үлкен ойлы көздерінен от шашып өзіне тесіле қарады. Дәл қазір оның жанары алдынан оқ атсаң да таятын түрі жоқ. Соны байқаған соның бастығы жасқаншақ баладай жанарын тайдырып әкетті де ерең сесін көтеріп өзіне өзі келіп ішінен: «Сенің баяғыдан бері ешбір сыр бермей жым-жылас жатқаныңның сырын енді түсіндім» дегендей орнынан тұрды. Сонан кейін жан-жағына қарады. Қайтер екен деп өзіне жебедей қалаған көздерді көрді. Сосын жанында Гүлдәуреннің жоқ екенін байқады да маңайында отырған біреуге: «Бар, Гүлдәуренді шақыр» деді. Кешікпей ол да келді. Келді де алдынан тесілеп тұрған Бектасқа қарсы қарауға дәрмені жетпей, үнсіз егіліп, бетін жартылай басып, бастық күйеуінің артына қарай тығыла берді. Осыны жазбай таныған Жұматай келіншегін ептеп құшақтай тартып қатарына келтірді де көпшілікке қарап: «Қадірменді қалайық» деді, даусын көтере сөйлеп. «Менің өмірім сіздердің көз алдарыңызда өтіп жатыр. Осыдан аз жыл бұрын біреулеріңізге қыздай болған, біреулеріңізге келіндей болған менің 4 баламның ардақты анасы Ақнекелі аяулы жарым қайтыс болып, қайғыдан қан жұтқанымда осы сіздер келіп, жан-жағымнан қаумалап, қайғыма ортақ болған едіңіздер. Бүгін Алланың жазғаны ма, адамдыққа шеткелген ақмақтығым ба, жанымда тұрған мына Гүлдәурен деген келіншекке өмірімді қосақтағым. Бұл кім еді? Сіздер білесіздер. Бұл қазір менің алдыма келіп, кенже қызыма үйленгелі бата тілеп, иілеп тұрған мына Бектастың Ақнекелі жары еді. Сіздерге Құдай ақы шынымды айтайын. Мен Гүлдәуренмен үйленгенде Бектасқа үстемдік көрсетейін, бұл маған не қылады деген ешқандай астамшылық ойламадым. Жүдеп жүрген кезім еді. Шырақтай көрінген келіншекке көзім түсті, көңілім кетті. Сөз салдым, ешқандай зорлық зомбылық көрсеткем жоқ. Ер басымды етегіне төсеп жалындым, жалбарындым. Үйлендік. Енді көріп тұрсыздар, соның жауабы қалай келіп тұрғанын. Бектас бауырыма айтатын менің бірде-бір сөзім жоқ. Бұл да Алпамсадай Алаштың азаматы. Ал қазір қызымнан жалғыз ауыз сөз сұраймын. Егер сол жауап ұнаса, 2 жасқа батамды бердім, деді де қызына қарап. Кәне қызым, айт маған. Бектасты сүйесің бе?
dedi. Kızı иңіреп жылап, әкесін бас салып құшақтай алды. Бауырында тұрып, сүйетінін айтты. Осыны естіген Жұматай көзінің жасын сүртіп, Бектасқа құшағын ашты. Маңдайынан иіскеді. Ел тасыры да тұсыр шашуға басты. Дәл осы кез той алаңына орнатылған ән қобдишасынан қалайша жүрегіме бойламадың, өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған қашық едім, амалым не, сен мені бақытым деп ойламадың деген ән әуені ақырын да болса айналаны егілтеп, Гүлдәуреннің құлағын емес, жүрегіне құйылды да тұрды. Әңгімені жазып, оқыған Байыт Қабанлы.